Денисов орталық аудандық кітапханасы сіздердің назарларыңызға шәкәрімнің өсиеті, адалдық айнасы, парасаттылық сағатын ұсынады. Ұлтымыздың көрнекті өкілдерінің бірі дала ойшылы атанған философ ақын Шәкәрім Құдайбердіұлы қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Абай ауданында 1858 жылы дүниеге келген. Шәкәрім ақын, жазушы, философ, тарихшы, композитор. Абаймен замандас әрі інісі, әрі ол негізін салған реалистік әдебиет дәстүрлерін алға апарушы ізбасары. Өзі өмір сүрген ортаның қоғамдық, саяси және әлеуметтік сыр-сипатын тербелуде, қоғам мен адам табиғатындағы кемшіліктерді зерделеуде, туған халқына түзу жол көрсетуде Шәкәрім Абай бағытын ұстанды. Шәкәрімнің әкесі Құдайберді Құнанбайдың Күңке деген бәйбішесінен туған, яғни Абай оның туған ағасы. Шәкәрім 5 жасында ауыл молдасына оқуға беріледі, онда 7 жасына дейін оқуда болады. 7 жасында әкеден жетім қалған Шәкәрім одан әрі Абайдың тікелей тәрбиесінде болады. Өскен ортасының аса бай дәстүрлері мен Абай ағасының тәрбиесі табиғатынан зерек Шәкәрімнің жетімдік көрмей өсуіне ғана емес, оның таланты, ақын, парасатты, ой иесі болуына да зор ықпал жасады. Шәкәрім жарты ғасырдан астам шығармашылық өмірінде әдебиеттің барлық жанрында жемісті еңбек еткен қайраткер. Ол адам бойындағы адамгершілік қасиеттерді ерекше жырлады. Қазақ қауымына адал еңбек етіп, бойына білім нұрын сіңіріп, сол арқылы биік жетістікке жетсін деген ой тастайды. Ақын мақтан үшін мал жима, жан үшін жи, ғибадат пен адалдық ар үшін жи деп, бақыттың өзі адалдыққа негізделетінін айта келіп, парасатты тұлға болып қалыптасу үшін адам бойындағы асыл қасиеттердің бірлікте болу керектігін ашып көрсеткен. Шәкәрімнің асыл ойлары адалдық, әділдік, ынсап, әділет, мейірім сияқты асыл қасиеттерді кірлетпеуге негізделген. Ақын жастарға білімдіден ғибрат алуға, ақылмен ойлап іс қылуға, құлқынның құлы болмай, адамдық борыш ар үшін қызмет ет деп өсиет еткен.